өздерінің авторлық бағдарламаны ұсынады. Яғни қазіргі сөз кезегі мен Жаңғырбаева Сәуле Оңайбекқызына беремін. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Менің бағдарламамның тақырыбы бастауыш сыныптардағы қазақ тілі пәнін оқытудың ерекшеліктері. Элективті курс бағдарламасының мазмұнын ұйымдастыру бойынша оқу жүктемесінің көлемі 4-ші сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылына 34 сағатты қамтиды. Бағдарламаның мақсаты оқу сауаттылығына қол жеткізуге бағытталған мағыналық оқу негіздерін меңгерген білім алушының тұлғасын қалыптастыру. Бағдарламаның міндеттері ауызша сөйлеуде, оқуда сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, түсіндірме сөздермен жұмыс істеу дағдысын арттыру, сөз жасап ережелерін білу арқылы тілді дамыту. Орфографиялық дағдыларын жетілдіру, жүйелі жазу дағдыларын жетілдіру. Бастауыш сыныптағы қазақ тілі пәнін оқытудың өзектілігі. Бұл элективті курс бағдарламасында түрлі деңгейлік тапсырмалар арқылы бастауыш сынып оқушыларының қазақ тілін жетік, терең меңгеруіне, оқушылардың тіл сауаттылығы мен сөз байлығын, ойлау қабілетін, дүниетанымдық дағдыларын кеңейтуді көздейді. Оқушыны білімге бірдей жетелеу үшін өз мүмкіндігіне сәйкес сабақты меңгерту, тілін, ой ұшқырлығын дамыту, өзіндік пікір айтуға жағдай жасау, еркін шығармашылыққа жетелейтін пәнге қызығушылығын арттыратын әдістің бірі ойынның түрлері. Яғни грамматикалық ойындар, лексикалық ойындар, морфологиялық ойындар, фонетикалық ойындар. Ойын арқылы оқушылардың қазақ тілге деген қызығушылықтары артып, сөздік қорлары молаяды деген түрде сөз ойлау, тез ойлау, кім тапқыр, суреттер сөйледі деген әртүрлі ойындар кірді. Енді күтілетін нәтижеңізге рахмет. Келесі сөзді Сәбиева Ләззат Раманқызына беремін. Рамазан қызына. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Мен Сәбиева Ләззат Рамазанқызы, Алматы қаласы Әуезов ауданы 86 мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі, педагог зерттеуші. 1 мен 4 сынып аралығындағы оқушыларына арналған көркем жазу элективті курс бағдарламасы. Әріп таңбаларын әдемі, көркем етіп жазып жаттықтыру мақсатында жүргізілетін жұмыстар, тапсырмалар оқушы бойында жақсы қасиеттердің қалыптасуына ықпал ететінін біліп, көркем жазу таңдау бағдарламасын оқушыларға бағыт-бағдар беру үшін таңдап алдым. Бағдарламаның мақсаты оқушыларды көркем жазуға үйрете отырып, әріп таңбаларын дұрыс, таза, әдемі, көркем етіп бұрмаламай анық жазуға қол жеткізу, эстетикалық талғамдарын дамыта отырып, ұқыптылыққа, төзімділікке тәрбиелеу. Бағдарламаның міндеттері: жазу сабақтарында гигиеналық талаптарды сақтауға машықтандыру, жазу дәптерлерін партаға дұрыс орналастыруды қалыптастыру, солдан оңға қарай көлбеулікті сақтап жазуға үйрету, әріп элементтерін, таңбаларын дұрыс сақтай отырып, дұрыс жазуға дағдыландыру. 1 мен 4 сынып оқушыларына арналған көркем жазу бағдарламасының мазмұны: 1 сыныптар аптасына 1 сағаттан барлығы 33 сағат. 2-ші, 3-ші, 4-ші сыныптар аптасына 1 сағаттан барлығы 34 сағатқа арналып жоспарланған. Бағдарламаның өзектілігі: бастауыш сынып оқушыларына көркем жазу сабағындағы жазу дағдысын қалыптастыруда бұл бағдарламаның рөлі ерекше. Бағдарламада жатқа жазу, көшіріп жазу, шағын шығармалар, оқушылардың зейінін, есту қабілеттерін, есте сақтауды дамытатын әртүрлі тапсырмаларды орындауға, логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға арналған тақырыптар қамтылған. Сонымен қатар, оқушылардың ой өрісі мен дүние танымын кеңейтуге өз ықпалын тигізеді, баланың жазу икемділігін толық меңгеруіне әсер етеді. Көркем жазу бағдарламасынан күтілетін нәтижелер: білім алушылар әріптерді көркем жазу дағдысы
талаптарына сай жазуға Поставьте экран на жопу. әріптерді өзара байланыстыра отырып жазу жылдамдықтары дами түседі. Білім алушылардың сауатты, таза, әдемі, анық жазуға, көркем жазуға дағдыланады. Оқушылардың жазу тілі, жазу мәдениеті ұғымдары бойынша білімдері тереңдейді. Қорытындылай келе, көркем жазу дағдысын қалыптастыру бастауыш сынып оқушыларының білім алу үрдісіндегі маңызды қадам. Жазу сауаттылығы жоғары болған сайын оқушылардың оқуға деген ынтасы артып, ойларын еркін жеткізу қабілеті дамиды. Сондықтан әрбір бастауыш сынып мұғалімі көркем жазу таңдау бағдарламасы бойынша жұмыс жасаса, нұр үстіне нұр болар еді. Назарларыңызға көп рахмет.